Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Қызым ыстықтай бауырсақ алжан. Қандай дәмді? Ербол екеуміз осындай бауырсақты мейрамханада жеген едік. Уайымдама қызым. 2 аптада барлық нәрсені үйретеміз. Кешіріңіз? Қаладағылар осы бауырсақ пісіру білмейді ғой, дейм, а? Жоқ, сіз жаңа 2 апта туралы бірдеңе айтқан едіңіз ғой. Осы келесі аптада бір той бар. Одан кейін бір жақын жиендеріміздің бір үлкен мерей тойы болайын деп жатыр. Шақырған? Енді бармасақ болмайды, қалмау керек, шал. Сондақтан ары бері салпаңдамай осында қала салғанды жөн көрдік. Біздің уақытымыз енді зая кетпесін, сендерден шығын шықпасын деп жатқанымыз ғой. Дұрыс қой, шал, а? Дұрыс. 2 апта? Сен уайымдамай-ақ қой. Бізде ауылда енді мал бар, уақытымыз жоқ. 2 апта деген барлық нәрсені үйретуге жетеді саған. Бауырсақты да үйретім, бәрін үйретім. Солай емес па, шал? Иә. Шай ішпейсің ба? Уақыт жоқ, апа. Жанел, галстугымды көрмедің бе? Сенде галстук бар мен. Тездетші, уақыт жоқ. Анау, сен үтіктеймін деп күйдіріп алған галстук ше? Соны айтам. Білмеймін. Балконда шығар, қарасайшы. Таң-аттаға кіріп тұрасың. Көгі жұмыс қой? Өне, сен жұмыссыз емессің. Апа, бұл заманда жұмыс іздеудің өз жұмыс. Бір тур фирмаға жұмысқа тұрайын деп жатырмын. Тур фирмаға инженер керек болып қаппа? Инженерге жұмыс керек болып қапты. Бүгін қар жауады. Сәбіздер. Маратжан, отыр, шай іш. Қамазың қалай? Разия. Осы саған қанша айтуға болады? Қамаз емес. Мерседес. Мен үшін жүк көліктің бәрі қамаз ғой енді. Менің мерседесіме көз тиді. Коленвалым бұзылды. Базардан алайын десем, не қымбат, не Қытайдікі болып шығады. Менің көлігім немістікі ғой. Енді шетелден бөлшек келгенше күту керек. Қанша уақыт күтесің? 2 апта. Ұзақ емес екен ғой. Құдайға шүкір, ішіп жем бар, жататын жер бар, жуынатын жер бар, асығыс жоқ. Ой, ба? Шелек, берші. Шығаруға көмектеші. Шай ішіңдер. Марат ағам, естідің бе? Коленвалын айтасың ба? Өтірік білмей қалу. Бұл үй сенің туысқандарыңа қонақ үй ма?
Өткен айда балаларын шулатып нағашыларым келді. Оның алдында құдаларының, қайын жұртының балалары келді. Енді міне, ата-анаммен қабаттасып, КамАЗшы келді. Ол КамАЗшы емес, Мерседесші. Сонда не дейсің маған? Үйден қуайын ба? Ұят емес па? Осы неге бізге ұят болу керек? Олардың ұяттары болмаса? Өйткені біз қазақпыз. Ал мен сонда кім екен? Сен қалауықсың. Бұл басқа нәрсе ғой. Қысқасы, шыдамның да шегі бар. Мысалы, менің туысқандарым келсе, ешкімді мазаламай, қонақ үйге барар еді. Бұл кім? Тағы. Қазір айтам. Бұл келгенде ата-анаңның досының ұлының сыныптасы шығар. Сәлеметсіздер ме? Менің әйелімнің қайнанасының құдалары. Қош келіпсіздер. Мам, пап, сендер қайдан жүрсіңдер? Баяғыда кетіп қалған жоқсыңдар ма? Ал не, сендер бізді кетіп қалсын деп педіңдер мені, Біз барғанша үйдің жөндеуі бітемеді бәдік. Әлі бітпеді. Иә, сондықтан Астанада балаларымыздың қасында шамалы болайық дедік. Сендер ойымдамаңдар, ары кетсе 2 аптада кетеміз. Қадағи! Сіздер неғып бізге қоштаспай кетті деп ренжіп қалсақ. Разия, Беке, сіздер әлі осындасыздар ма? Иә. Айбай, апа! Өміріміздің ең бақытты 2 аптасы басталды. Құдағи, Иә, сонымен пәтер жөндеп жатырмыз дейсіз ба? Евроремонт. Европалық, минималистикалық, эклектика стилімен арнайы жасайтын дизайнерлерді шақырттық. Өзбекстаннан ба? Иә, Бұхарадан. Өлі, құдағи. Біз былтыр ана Өзбекстаннан келген дизайнерлерге евроремонт жасатқанбыз, құдағи. 10 жыл болды тура. Былқытпай тұр, құдағи. Сіздерді осында тойда қалады деп естідік. Айтпақшы, біз де тойға қалатын болдық, иә. Не сыйласақ екен соған? Әрине енді күлем. Құдағи, профессор. 60 жылдық мерейтой қайда күлем. Онда 2 күлем. Көрерміз. Бәлкім ештеңе апаруда қажетті болмас. Қызым, мамаңнан үйреніп жүр, Үйрен, жаман болмассың. 2 аптаның ішінде супер келін қылып шығарамын. Менің телефоным. Лондоннан профессор звондап жатқан шығар. Мен барайын. Уля. Не болып қалды? Өй, қызым ай, немереге толтырып құйғансың, айтшы. Немене шай құйға ерініп отырсың ба, жоқ әлде мене құтыла алмай жатсың ба? О не дегеніңіз, мам? 2 апта тез өте шығады ғой. Қонақтың көңілінен шығам десең бүйтіп толтырып құйма. Сен адам, бұл сыйламағанның белгісі. Ана қонаққа толтырып құйсаң ойлап қалуы мүмкін ғой, мынау жақтырмай отыр екен деп. Есіңде сақта.
профессор. Бөлікпен сөйлескісі келіп еді. Бөлік жоқ, сіздің шалыңызбен далаға шығып кеткен болу керек. Мүмкін емес, мен қазір қарап көрейінші. Қараңыз, сенбесеңіз, иә. Қызым шай қыш маған. Мам, Мынау не? бұл менің сыйлағаным. Тойды қашайын айырсың ба? Толтырып көшеш? Құдағиың солай деді ғой, мам. Қонақ келгенде толтырып құю керек. Әйтпесе аяп отыр деп ойлап қалуы мүмкін. Түсіндің ба? Толтырып құйған ол кеңдік пен байлықтың белгісі. Соны есіңде сақта. Ұқтың ба? Толтырып құйып бер. Марат аға, мен сізді дәретханада ұйықтап қалған шығар десем. Жүріңіз, шай ішейік. Жоқ, рахмет. Рахмет. Үйіңізге қайтайын деп жатырсыз ба? Жоқ. Мерседеске барып ұйықтауым керек. Не болды? Бізге ренжіп қалған жоқсыз ба? Жоға. Қайда қырынш, бәрі жақсы. Неге көлікте қонбақсыз? Өткен бүгін мен кезегім. Беріңізші. Кезегіңіз? Сіз не, камазыңызды жалға беріп жүрсіз бе? Мерседес. Әперіп жүрші. Бұл туралы ештеңе айтқан жоқсыз. Ол жүргізгенде мен демалам, мен жүргізгенде ол демалады. Мысалы, кеше мен үйге қонғанда ол Мерседесте қонды. Бүгін үйде қонудың кезегі беканыкі. Түсінбейтін несі бар. Түсінікті. Біздің үйге ме? Әрине біздің үйге. Сонда бөтен адам біздің үйге қона ма? Сен оған қысылмай-ақ қой, ол жай таңдамайды. Үйренген, бұдан да нашар жерлерді көрген адам ғой. Мен кеттім. Мыналар қайда жүреді, мыналар. Ай, қайда жүрсіңдер сендер, қайда жүрсіңдер, Не болды? Сүйінші. Күлейма босанды ма не? Айда күлейме. Құда міне. Құда өзің әші, ана. Ой, қазір айтам. Жаңа супер қалай еді, құда? Жүр, жоғашыңыз. Біз жаңа құда екеуміз қыдырып жүріп, бір супермаркетке кірдік. Сөйтсек, онда жарнама жасап, бірінде ойын ойнап кетті екен. Біз құда екеуміз қашты. Содан бар ғой біз. Мына Европаға 2 жолдама алдық қой. Міне. Құдалар, өркендеріңіз өссін, құдалар. Өмірімде мұнандай сыйлық алып көрмеп едім. Мына шалымыз екеуміз Европаны бір араласақ қой деп армандап едік. Мына құдалар сіздердің арқаларыңызда. Шалымыз екеуміз шалқып қыдырып қайтатын болды. Құдағай. Көп рахмет. Мені тағыры ғой, мынандай біреу. Рахмет. Сіз дұрысын беріңіз. Бұл сыйлық емес. Бөлек кама, онда менің күйеуім бөлектің айтайын дегені. Біз Райхан екеуміз дегісі кеп тұр. Менімен яғни Европаға барып, аралап, сіздерге сыйлық алып келеміз дегісі кеп тұр, иә, бөлек? Иә. Құдағи, о не дегеніңіз, бар сыйлықты өзіміз алып келеміз, сіздер әуре болып неғыласыздар. Қанша дегенмен ел аралап, әбден шаршаған шығарсыздар. Біз енді мына шалымыз екеуміз ауылдан басқа не көрдік? Ең құрмаса көзіміздің тірісінде бір ел аралап көрсек, оның несі айып, солай емес пе? Ой, құдағай, тегі, ауылдың өзі курорт емес пе? Я таза ауа, самал жел, жұпар иіс дегенде. Берсеңіз, біз бара салайық одан да бөлек екеуміз, е? Бесем, қаланың мынау көк түсінде, көк сауы. Көрдіңіз бе, әні? Әбден ауру болатын болдық. Сосын, біз айтпақшы тіл білеміз, құдағай. Біз де тілді білеміз, құдағи.
мына мен деген мектепте оқып жүргенде неміс тілін 5-ке бітіргем, айтсыншы. Ферштейн. Қазіргі таңда Европаның бәрі ағылшынша сөйлейді. Білесіз бе? Беріңізші маған. Кестік. Бүйтейік мұны. Бұл жолы біз барасырақ? Келесі жол сіздер барасыздар. Міндетті түрде. Жарайды онда. Сізге де жоқ, бізге де жоқ. Ал қайтесіз. Ал. Міне. Жынысың бей? Құдағай, не болды сізге? Бала болып кеттіңіз бе не? Өтірік қағаз жыртып сізге не көрінді? Беріңіз маған. Беріңіз маған. Қандай адамсыз, бөлек. Нағып тұрсын. Айтпайсыз ба барып? Құдағай, беріңіз маған. Әкеліңіз. Бөлек. Сөйлемсің басындағы әуремсің жақсы болсаң сөйлемсің жаман болсаң әуремсің. Марат аға? Нешті кім бір білмейсіз бе? Бека, менің серіктесім. Серіктес? Қайдағы серіктес? Ол душта не істеп жатыр? Кәдімгі серіктес. Үсті басының бәрі шаң-шаң, киімнің бәрі май-май, әбден. Кабинам жанармай сасытып болатын болды. Жуынып жатыр. Оның жуынғанына 2 сағат болды. Ол жуынып болды ау деймін осы. Енді не істеп жатыр? Киімін жуып атқан шығар. Немесе танақтарын. Айтпақшы, сіздің коленвалыңыз қашан келеді дейсіз? Жоқ, енді жұмысыңыз тоқтап қалады, клиенттеріңіз күтіп қалады дегендей. Енді не істеймін? Коленвалым келгенше жардай бар. Ол бәле сана көлікке сәйкес келмей қалатын болса, тағы да бір ай күту керек. Ал егер екіншісі де келмей қалса ше? Онда Қытайды кіналамыз. Қарап отырғанша бірден Қытайды кінала бермейсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз кім боласыз? Түсінікті. Жәнелсіз ғой. Сүлгімді ұмытып кетіппін. Қолыма түскенімен сүріне салдым. Бұл кімдікі? Енді сіздікі. Рахмет. Рахмет. Екеміз қорқыш. Не? Түрі қараш? Жақсы ма сол? Болды, қойшы жазы. Қайдағы жоқ, бір Европа үшін құдалармен тартысамыз ба? Ыңғайсыз екен, естіген елден үйлер. Мұндай мүмкіндік өмірде бір-ақ рет. Сен ауылдан басқа не көрдің, а? Астананы көрдім. Астанаға келіп жатырмыз ғой. Айлап та жатамыз. Айтшы, Әлібаевтарда қай жеріміз кем? Жыл сайын Түркияға барады. Немесе Таиландқа баратын Құдабаевтардан. Әлде Египеттен шықпайтын Жұмабаевтардан. Әлде... Шетелге барайын деп құлшынып тұрған мен жоқпын.
Apa? Не болып қалды? Öyle balam kelip kaldın mı? Tur firmaga. Жұмысқа кірдің бе? Сондай сияқты. Балам, мынау не? Ой, бұл жай әншейін. Анау турфирманың тапсырмасы бойынша ғой. Елге тегін таратып беруім керек. Мен айтам, мен инженер мұнайшымын десем, болмайды. Ай, мынау тегін ауылға барамыз ғой енді. Өлі! Ауыл баратын болды. Тегін жарнама ғой, жай ғана. Жарнама тегін. Сонда мына қағаздардың бәрі өтірік пе? Өтірік болғаны ғой мына қағаздардың бәрі. Ей, мынау қыз екеуміз ойнап өтіп алдық қой. Европа жолдама. Екінші құдан қолында. Көке, бұл жарнамалық акция. Евротур деп аталады. Ұтуларын ұттыңыздар, бірақ 70%-ын төлеу керек. Ол қанша дейсіздер ма? $1,500. Бәсе, ойлап қоям. Бұл дүниеде тегін нәрсе болушы ме да? Өзім де сезгем осына. Бар ғой бәр сенің кесіріңнен. Қайда бір Европа үшін құдаларымен сөзге келсіп. Неміз бар едік, айттым ғой, я? Енді қайттым. Бөлек, онда тұрған не бар? Біз тура Европаға күнге барып жүрген деп, тура Европадан шықпайтын де. Мен білмеймін. Біз енді Атырауға барып жүрміз ғой енді. Бөлек, Атырау қайда, Европа қайда, а? Сіздер де жарнаманың құрығына алданып қалғансыздар ғой, деме? Европаға бару үшін көке бәленбай ақша керек. $1,500. Бөлек, сенбей оған. Ол әкешесін жақтасып жүр. Тоқта. Кәне дұрыстап не дедің? Біздер мына Европаға бара алмайтын болдық. Өй? Естен шығып кетіпті, бізді тойға шақырып еді. Қойыңыз, құдағи. Сіздер барыңыздар. Ана біздің үйдің жөндеу бітпей жатыр да. Оның бәрін тастап қалай кетеміз, құдағи. Мына сізге алып келдім. Бақ қайтыңыздар. Өлі, Европада бізге не бар? Екеміз адасып кетіп жүрсек, жұрттан ят болып жүрер, солай емес па? Сосын біз тілді де білмейміз, құдағи. Қойыңыз, құдағи. Сіздердің барғандарыңыз дұрыс. Біз бөлек екеміз талай жерді көрдік, бөлек. Сіздер енді ауылдан да шығып көрген жоқсыздар. Барып қайтыңыздар. Ел көріңіздер, Соншалық не бар? Сол баяғы Лондон мен Парижда, ямын? Лондон. Сіз не Лондон мен Парижда болып көрдіңіз ба? Қалып бар жатқан түгі де жоқ. Көріп жатырмыз ғой теледидарда. Менің ойымша сіздердің барғандарыңыз дұрыс. Сосын немешен қатырады екенсіз ғой, құдағи. Ай, айтпақшы, құдағи. Не болып қалыз? Жыламаңыз, құдағи енді. Жыламаңыз. Біздің бөліктің астмасы бар ғой. Асты ма? Иә, астма. Барыңыз. Мұнда қағазымыз күйіп кететін болды, ау? Біз таза жүрістіп, серуендеп қайтамыз, ауа райы тамаша екен. Құда бала. Бүгін сіз КамАЗда түнесеңіз, ертең серіктесіңіз екеуіңіз тура Европаның қақ ортасына түнесіздер. Міне. Германия деген Европада ма?
Иә, Германия деген Еуропаның қақ ортасында. Онда жарайды, барайын. Кәлембалды сол жақтан сатып ала саламыз, а? Екеу кетті. Тағы төртеу бар. Ал мынаны карпаччо дейді. Ал мына салатты Цезарь деп атайды. Аттардың әдемісіне иттің аттары сияқты. Апа, көкелер. Бұл не? Ненің құрметі? Ай, сен жұмыс қалды ма? Екі түрлі себеп бар. Біріншісі, мынау құрып кеткен ту фирмадан бас тарттым. Енді инженер мұнайшы деген атым бар емес пе? Әрине. Ал екіншісі, сіздердің жасыл жолдамаларыңыз өтірік емес, шын екен. Оның үстіне басы бүтін тегін екен. Ал енді, кімді құттықтасам болады? Айтсаңыздаршы.